Оңтүстік Кореяға екі қазақстандық заңсыз кіріп, ұсталғаннан кейін сол елде жүрген отандастарымыздан маза кеткен. Жат елде заңсыз жүргендер ертең бізге де жаза қатаңдай ма деп алаңдаулы. Туристпін деп барып, сол жақта жұмыс істеуге қалып қойып жатқан жастардың күні енді не болады? Ақша табамын деп жүріп, бостандығынан айырылып қалмасына кім кепіл? Ал Корея Республикасының Қазақстан азаматтарына жұмыс визасын ашу мәселесі қашан көтеріледі? Әріптесім Аягөз Тұрсынбай тараптардан сұрастырған еді. Алматыдан оңтүстік Кореяға кеткен көптің бірі 25 жастағы Нұрсерік Жекей. 3 жыл бұрын шекара асқан азамат әуелі кәріс жерінде қара жұмыс деп нәпақасын тапқан. Қазір өзі секілді жастармен бірігіп Кореядағы қазақ қауымдастығын құрып, отандастарына ақпаратты қолдау көрсетіп жүр. Жат елде отбасын құрып, жақында нәрестелі де болған екен. Өкініштісі сол, туған жеріне барып, сағынышын баса алмайды. Өйткені Кореяда заңсыз жүрген отандастарымыздың бірі. Біздің келгенімізге мысалы уже жақында 4 жыл болады. 4 жыл жақындарымызды көрмей осылай шет ел асып еңбек етіп жүргенімізге. Үйімізге қайтқымыз келеді, бірақ амал жоқ, біз егер шығатын болсақ қайттан кіре алмаймыз, бізге депорт қойып береді. Бұл жақта заңсыз жүргеніміз үшін. Нұрсерік секілді қазір Кореяға арман қуып барған 8000 адам жат елде заң бұзып қалып қойған. Басым бөлігі ауыл шаруашылығы, құрылыс және өндіріс саласында қара жұмыста істейді. Олардың ешқайсысы қызметке ресми орналаса алмайды. Қолма-қол ақшаға жалданып айына орташа есеппен 700-800 мың теңге табады дейді азамат. Қазақстанда қолы жетпеген жалақыны іздеп барғандар Кореяға жету үшін несие де рәсімдейтін көрінеді. Кедендік бақылаудан өтпей қалып, түрлі әрекеттерге баратыны да содан дейді қауымдастық мүшесі. Екі ел арасында бір жұмыс визасы болмаса, бір 6 ай сайын создырып отыратындай бір виза беру жағын қарастырса біздің билік өкілдері. Қазақ жастарына арман болған жұмыс визасы көршілес Өзбекстан мен Қырғызстанда бұрыннан бар. Бауырлас елдің азаматтары жыл сайын барып келіп жұмыс істеуді әдетке айналдырған. Ал Қазақстан 30 жылда әлі бұндай келісімге қол жеткізе алмай келеді. Енді депутаттар жат елде жүрген қазақстандықтарды заң жүзінде қорғасын деген талаппен үкіметке сауал жолдамақ. Менің ойымша, үкімет осы мәселемен нақты айналысып керек. Өйткені ол жақта біздің өзіміздің азаматтарымыз қазір жұмыс істеп өмір сүріп жатыр. Керісінше менің ойымша қазір бұл мәселені жаңағы ашып, үкіметтердің арасында сондай бір келісімшартқа келу керек. Естеріңізге салсақ, осыдан 10 күн бұрын оңтүстік Кореяның Инчхон қаласында кедендік тексерістен өтпеген 2 қазақстандық азамат депортация шағын күтпей әуежайдан қашып кеткен. Елге заңсыз кірмек болған 21 мен 18 жастағы 2 жігіт қазір қамауда. Олардың тағдырын енді Корея соты шешеді. Жергілікті басылымдар шекараға заңсыз кірген отандастарымыз 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екен жазған. Аягөз Тұрсынбай, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана.